Ассалаумағалейкум достар, бүгін бізде 2 декабрь және де кеше менің бір апталық отжимание челленджім шыққан болатын. Енді бүгін мен қайтадан сразу новый челлендж бастап кетейін деп жатырмын. Және де бұл видео достар бір апта бойы менің пресс жасаған видеомның челленджі болатын болады. Видеоны айт деген ойдан, ал енді кеттік, біз бастайық. Кеттік. Достар, енді мен как всегда бірінші өзімнің қаншалықты максимум жасайтын тексеріп алайын деп шештім. Престе де содан кейін оны алдыңғы отжиманияның челленджін дегенде 10-ға көбейтіп, соны әртүрлі подходқа бөліп, күніне 15 подход жасайтындай қылып тактиканы қолданатын болам. Және де көріп тұрғандарыңызда мен бұл престі жасаған кезімде 50 рет жасадым, сондықтан әр күн сайын енді 500 пресс жасайтын боламын. Say you disapprove, I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. Так, енді бірінші күн, как всегда білесіздер, мотивация ұрап, әйтеуір музыка тыңдап, үйтіп жалғастыруға болатын күндердің бірі бірінші күн енді өзің бастағандықтан ондай бір желание ашу деген нәрсе болмайды, және де оңайырақ істеуге болады пресстерді. Так, енді по ощущениям айтатын болсақ, бірінші күн менде ешқандай бір ауырлықты сезген жоқпын, просто чуть-чуть пресс напрягаться еткені болмаса, в целом бірінші күн оңай өткен секілді. Достар, енді бір аптада максимальный результатқа жету үшін менің өзімнің алдыңғы видеомда көрсеткен ең эффективный пресстерді қолданған болатын. Бұл видеоның барлығында сіздерге де ол пресстерді қолдануға кеңес беремін. Қазір жоғарында оң жағында подсказкада көріп тұрсыздар, если прессті бастағыңыз келіп жатса. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. Yeah, maybe you can fake it, but you're never gonna. Так, достар, енді екінші күн басталды. Екінші күн мен сразу өзімнің эффективный прессті жасайтын упражненияны бастайын деп шештім. Және де достар, бұл күні енді прессте ешқандай ауырлық сезілген жоқ. Странно достар, екінші күн көбінесе барлық нәрсені тастап кеткім келетін сияқты нәрсе болады. Бірақ осы жолы екінші күн пресстен ешқандай нагрузка сезген жоқпын. Fight back. Мына жерде мен пресске істеп жаттым, және де сіздерге жақсырақ көрінер деп екінші жаққа ауысып жатқан түрім ғой, если что, достар, но не өйтіп ауысып жүр деп түсінбей қалған болсаңыз. Always do it on my own, so I gotta get деп біз екінші күннің тренировкасын бітіретін боламыз. Достар, енді бүгін үшінші күн, және де алдыңғы өткен 2 күннен пресстен бір особо нагрузка сезіліп жатқан жоқ. Бүгін де пресс ауырып жатқан жоқ. Достар, білмеймін, мен пресс ондай қатты ауыратын зат емес, грудь сияқты более быстро восстанавливаться ететін болғандықтан шығар, білмеймін, енді маған ешқандай ауыршылық сезіліп жатқан жоқ. No regrets, live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Достар, үшінші күннің тренировкасы бітті, және де
Айтарым, мен соңына қарай 1 минуттық планка қосайын деп шештім. Бірінші күні 1 минут, келесі күні 1 минут 10 секунд, одан келесі күні тағы 10 секунд қосыла берді. Солай 7-ші күн өзіміздің максимальный планкада қанша тұра алатынымызды көреміз. Қазір мен 1 минут тұрдым, және де маған қиынырақ болды. 1 минут тұру қиын болып тұр. Ал енді 7-ші күн қандай минутқа дейін тұратынымызды тексеретін боламыз. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Достар, енді 4-ші күн универде болғандықтан универде тоже турниктерден пресс жасайын деп шештім, және де бұлар өте ауыр достар, бірақ тез результатқа жетуге көмектеседі достар. Есе осы турниктерге байланысты пресстерге арналған упражнениялар шығарған қаласаңыздар, давайте осы видеоның астына жазып кетейік. Бұлардың барлығы достар өте қиын орындалады. Так, достар, енді бүгін 5-ші күн, міне 5-ші, 6-ші күн, 3 күнім қалды. Қазір мен өзімді істейін беріп тұр, достар. Сабақтардан шаршап кеткен, тіптен бір челлендж жасап кету деген сияқты ой келіп жатыр, ұйқым келіп. Давайте 5 лайк басамыз. Кеттік, бастайық. Oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Достар, енді бүгінгі күнді мен деген бір желание жоқ болып бастағандықтан ба, білмеймін, бүгін пресске максимально нагрузка түсті, және де каждый істеген нәрсем прессімді прям убивать етіп кәдімгідей жатып қалғым келетіндей чувствоға жеткізді. Бірақ достар, енді тренировкамызды до конца апардық, және де соңында тренировкада чувство осы бүгін бастағаным үшін бір стоящий чувство болды менің ойымша достар. Достар, енді соңғы күн және соңғы күн болғандықтан бір энергиямен болды, және де тренировкам по-быстрому бір кайфпен істеп тастадым, және де соңында достар алдыңғы күндер айтқандай максимально планкада қанша тұра алатынымды тексерген болатын достар, және де мен удивлен 2 минут тұра алдым достар. Енді қиналып кетсем де 2 минутқа жете алдым. Ал онда родной көптен күткен біздің 7 күндік результатқа өтейік. Достар, енді бұл отжиманиядағы 1-ші күндегі фотодан қалғаны. Бұл жерде мен пресс жасамақтан осы фотоны ала салдым. Пресс көріп тұрсыздар өздеріңіз. Как по мне, достар, четкий пресс болды. Нәжде еще мынандай шетіндегі кривойларының да шыдаты көрініп тұрмаған. Сіздерге көрініп тұрмаған білмеймін. Записьті көретін боламын. Достар, енді келесі аптада мен 1 апта бойы аяққа осындай челлендж жасауын қалсаңыздар, давайте осы видеоның астына максимально лайк пен комментарий аямай жазамыз. Аяққа істе, анау в общем жазамыз. Себебі аяқ ең өте қиын және ең ұзақ восстанавливаться ететін нәрсе, және онымен 1 апта істеу үшін достар кәдімгідей күш керек сияқты маған. Сіздердің поддержкаларыңыз маған керек болады. Давайте, так что видеоға астына комментарий жазамыз істесеңіздер. Арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Енді сіздермен болған flayes көріп тұрсыздар бар. Пресс четкий шығып тұрған. Давайте.